Қарай жалғастырамыз. Тағы бір үміткеріміз Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті оқымпу құрамасы Шымкент. Адам баласы өмірге келгенде 3 міндеті болады. Ал біздің Шымкентте шамалы басқаша. Шымкентте туғанның 4 міндеті бар. Үй соғу, ағаш егу, балалы болу. Ал 4-ші міндеті шымкенттіктердің танымайтын қалаға көшу. Лужайдар Мандельский, Снелюгинский. Туған күні біздер Күдіргенский. Лужайдар Мандельский, Снелюгинский. Нұрсұлтандамыз, қала Королевский. Лужайдар Мандельский, Снелюгинский. Оқымпу Резервский. Қайырлы кеш, елорда! Таң қалам, шынымды айтайын, таң қалам. Биыл Нұрсұлтан қаласы 21 жасқа толып жатыр. 21-інде осындай жетістікке жеткен кімді көрдіңдер? Айтшы, 21-інде. Оны не таңғалатыны бар анлайды? Мен 21 жасымда жастар мәслихатының депутаты болып, қазір көлігім бар, үйім бар. Осыған таңғалатсыңдар ма? Мен 21 жасымда өзімнің жеке сұлулық салонында ашып, қазір көлігім бар, үйім бар. Мен 26-тамын. Тас бітірмеппін ғой мен, Мен 21 жасымда мектепке барым. Бәсе, біреу болу керек қой, білдім ғой мен осыны. Сөйт, мектептің спорт залын бар, тендерін ұтып алдына. Қазір бақытты, машинам бар, көлігім бар. Бақытты өмір сүріп жатырмын мен қазір. Бір команда болып, сөзіміз жарасып, барымызды асырып, жоғымызды жасыру деген білмейтін болдыңдар ғой сендер, Команда болғаннан кейін... Мынау кім? Таныс қой. Інім ғой. Туған деп отырым өзім. Не ап жүр бұл жерде бұл? Туған дегенде, мен тумағанмын. Мамам туған ғой. Не ап жүр мақыл бұл жерде? Мамам мен папам тойханаға кеткен, тойға. Сөйт, бұны қарап отыр деп тастап кетті маған. Сөйтті де, қарап отыр деп тастап кетті. Сомен, бұл жайдармаға келу керек болды да, кеттім о zaman. Қазақтың той 2-3 сағаттан бітіп қалатын білесің ба сен? Сондай ма? Мақыл, ап келген екенсің, Нұрсұлтан арылатып, қыдыртып, ұнайтын нәрсесін әпердің ба? Ұнайтын нәрсесін әпердім. Көшеде жүрсек, бір машинаны ұнатып қалды. Көлікті, яғни. Ұнатып қалды. Сөйтіп, соқ, барып, көліктің 4 дөңгелегін шештім. Сөйтіп барып, аккумуляторын шештім. Майтафон шештім. Сканворд шештім ішінде. Сөйтіп, полицияға ұстап қалдым. Оны не алдың? Оны да бірден шештім. Сөйтіп, бәрін шешіп тастап, отқан тұғым, баняда. Сөйтем, есін аға кеп. Не айтып кеттің? Қатырасың сен. Ағасы мақыл, ағасы осындай еді, бәріміз мойын сұнғамыз. Інісі бір бой ұзындау, бір түрі сүйкімділеу жігіт екен. Бізбен жүре берсін енді. Енді бұлай қарап тұрады. Али, мен осы уайымдайым да. Уайымы бар да бұл жігіттің. Анаған қарағанда ақылдырақта уайымы бар. Не уайымдайсың, інім ау? Ұрғаш крокодилдерге қиын шығар. Жайша? Памада жақса бет айналдырып жағып шығатын жар. Мұна екен әке-шешесіне хабарласыңдар, үйлерін апартсыңдар. О кісілер тойда шығар. Дайындалып келмейсіңдер ма? Не әзіл енді мұнау? Сендер мақыл, сен дайындалып келген шығарсың ең болмаса, Диана? Мен дайынмын ғой. Дайынсың ба? Менде ән бар. Шырқа. Менде би бар. Билеш. Менде ки бар. Жыр бар менде. Қысқасы дайын емеспін десей? Неге дайындалып келдім ғой? Қарасаңызшы, түрім боялған, шашым істелген, киініп алғам. Ендеше ерекше көңілгіме оқымпу құрамасы арнайы ұлттық арна үшін. Алғашқы әзіл тамашалаймыз. Түн ұйқысын 4 бөлген ана. Енді 3 қалды. Жалғастырамыз, заманнан қалып кеткен молда. Қазіргі жастар сега ойнайды екен.
тиіс деген бәле шығып ойбай. Тамашалаймыз достар, қызбен мүлде таныса алмайтын жігіт көшеде. Қарындас, Ау, Huawei'nin зарядчигі бар ма? құрш. Дрель іштеген жоқ қой, басқа сөз болатын. Бәріміз ауылда тапшанның үстінде отырып қарбыз жегенге не жетсін. Сонымен көреміз, тура сондай жағдай, бірақ әлемнің мегаполистері, яғни қалалардың арасында. Ал мегаполистер үлген қаласыздар ғой енді. Мына Шымкенттен болғаннан кейін, Шымкентмен болғаннан кейін, мына қарбызды өзіміз сойып сіздерге дайындадым енді. Мына бірінші тілікті жаста болса бас қой деп Нұрсұлтанға беріп жатырмын. Міне, ал рахмет. Нұрсұлтан деген қаламыз. Інім ғой бұл бәң. Ініңіз бе Алматы? Ініңіз бе? Иә, туған інім. Мамым туған ғой, кішкент бұл туылмай тұрған кезде бүкіл тәттіні, дәмді маған беретін тұғын. Бәрі мен еркелететін тұғын, жаным, Алматымын деп ше. Қойыңыз бәрімізді еркелетті ғой, мен де еркелетеді ғой, бірақ шамал намысыма деді да Шымкенттіктер. Мына туылып, қазір бәрі тәтті осы жақта. Бәрі тәтті осы жақта деймін. Қазір папашка осының қолында ғой қазір. Ай, бәрекелді. Мына екінші тілікті Алматы өзіңізге берейін деп тұрмын енді мынау. Ас болсын. Не жаңалық болып жатыр? Әбіршіп кетсіз. Әбіршігенде табиғатым сондай мен негізі. Экология. Жалпы бет әлпетіңізді айтып жатқан жоқпын. Жалпы әбіршіп кетсіз ғой, шаршаусыз ғой деймін. Әбіршігенде сол әр жерден бір тесіп метро салып жатыр. Жүріп қой сол енді. Әбіршіп. Енді өмір ғой енді. Онан бір нәрсе айта салайын, біздің Шымкент жақта қарбызға нан қосып жейді да. Сондай ма? Нан қосып жесең зор болады да енді. Бар, тұр, нан алып кеш бар. Ойнап жатыр, отыр. Ойнағыз ба? Иә, көңілің ақ қап. Жүрмейік ертең. Одан кейінгі тілікті арнайы дайындаған айтпақшы. Қарбыз жеп болғасын, қабығын тастамаңыздар. Мен майдалап тұрап малға берем аяқта. Болды, жарайды. Одан кейін мына тілікті шетелден келген досымыз келіп отыр. Түркіменстаннан Ашқабат деген қала келіп отыр. Бұл кісі ашау, Ашқабат десе. Аш қой. Көке ағын жемейсіз, қарбыздың ағын жемейді. Жемей ма? Жемейді ғой? Ағын жемей ма не? Ағын жемей ма не? Көке бұл да киви сияқты ғой, сыртын ашып тастап жейсіз ғой. Кивидің де сыртын ашып жей ма не сонда? Иә да, киви сыртын ашып жейсіз ғой. Бәсе асқазан қышып жүр да кейін кезде. Одан кейінгі тілікті өзім ертіп келдім енді. Мына қыз кім болды? Қашан сұрайды деп отырайым жаңалы бер. Келесі тілікті осы қызға берейін енді. Өзім ертіп келдім, баяғы көршінің қызы ғой. Ташкент қой, Ташкент. Ташкент. Өзің даққа неғып жүрсің ба? Вай, әкесі. Ау. Өзің емес пе тиісіп жүрген? Қыздың өзі де тұнып тұр ғой, көрдіңіз бе? Құрметті достар, осы сәт пайдалана отырып, Есін аға жолығып кетейін. Құрметті Есін аға, білесіз, сіз қай жерде істедіңіз, мен де сол жерде істеп кеттім. Шымкентте қай жерде тұрдыңыз, мен де сол жерге барып көрдім. Шымкент қаласы төмен отырар деген жерде тұрған екенсіз. Сол жердегі дамком сізге мынаны беріп жіберді, сәлемдеме есебінде. Конверт. Ішінде не бар деп атқан шығарсыз? Ішінде сол кезде сіз тұрған кезде свет, су, газын. КВН деп жүре бермей, соңында қарамай ма дейді. Онан кейін Есін аға, енді сізбен бір нәрсе келісіп кетуге келдім енді. Сіз қай жерде істедіңіз, жаңа айттым ғой, тура артыңыздан жүріп келе жатырмын ғой менде. Ертең қызмет бабымен жоғарылап кетіп жатсаңыз, Жайдарман маған қалдырыңыз. Мен жүргізейін Жайдарман. Келісесіз ба? Келіспейсіз ба? Қатырады екенсіз, келіспеймін, конверт алып алдыңыз ғой. Есін ағаға сыйлық берді деп, маған сыйлық бермеді деп ренжіп отқан жоқсыз ба, Көпен ата? Енді жерлесіп болғаннан кейін сізге де сыйлық алып келмекші болып Шәуілдірге бардым. Білесіз ғой, Шәуілдірде дым жоқ. Құмнан басқа. Енді құм әкелуге ұялдым енді. Әкемеуге тағы ұялдым. Туған жерінен бір уыс топырақ бермады ма деп айтама деп. Ары қарай сыйлық іздеп шаршап кеттім. Оның бәрін айтып тұра берейін десем, жаңағы жеген қарбызымызға селитра көп қосылып кеткен ба? Сіздермен болған оқым бұғырамаса тілектес болыңыздар.